Сәлем достар, бүгінгі видеода 100 000 теңгеге дейін бағасына лайық топ 2 телефонды салыстыратын боламыз. Бірінші телефон бұл бізде алдыңғы жылы хит болған, танымал, популярны болған ол Xiaomi Redmi Note 10 телефон. Ал екінші телефон бұл бізде жаңа бренд, Қазақстанға енді кіріп жатқан танымал брендтердің бірі, бірақ әлемді жақсы өзін көрсеткен ол Vivo i31 телефоны. Енді осы екі телефонды салыстыратын боламыз. Қай телефон дұрыс, қай телефон дұрыс емес, себебі екеуінің де бағасы бірдей 90 000 теңге. Енді сонымен бастайық. Артықшылығы мен кемшіліктерін айтатын боламыз. Сонымен бірінші телефон бұл бізде енді бірінші телефондардың жақсы жұмыс істеуіне, ұзақ жұмыс істеуіне, қатпауына әсер ететін ол процессор. Сондықтан да процессорнан бастайық. Xiaomi Redmi Note 10 телефонның процессор бізде Qualcomm Snapdragon 678 процессор орналасқан. Ал екінші бізде Vivo i31 телефонда Qualcomm Snapdragon 662 процессоры орналасқан. Әрине Note 10-ға қарағанда ананың процессоры әлсіздеу, бірақ біздегі қазір таңда танымал отқан Free Fire, PUBG деген ойындарды ойнауға болады. Әрине жоғары баптаулармен емес, жоғары сапада ойнай алмайсыздар, бірақ екеуімен де ойнауға болады. Бірақ енді сөздің ашына келіп, сәл настройкасын көтеретін болсаңыздар, онда ойындарыңыз қатады. Сөздің ашына келеді, қатады. Ойбай, қатпайды, анау мынау деп сіздерді бүйтіп алдағым да келмейді. Как оно есть, қалай бар солай айтатын. Қатады, сөздің ашында қатады. Себебі телефонның қазір таңда ең мықты телефондардың бағасы примерно 400 000 теңге, ал бұның бағасы 100 000 теңге жетпейді. Бұндай телефоннан бір вау бірден күту, ол кәдімгі ақымақтық деп ойлаймын. Бірақ бағасына лайық. Енді тағы бір артықшылығы бұл телефонның екінші нәрсесі бұл камерасы. Енді бәріне қызық болуы мүмкін, ойбай бұл жақсы сүре ма? Бұл телефондар өзінің деңгейінде өте жақсы сүреді, сөзін ашына керек. iPhone 12 сияқты сүремесе де, бірақ кәдімгідей жақсы фото, видео түсірулеріңізге болады. Қазір айтатын боламын, себебі берде Note 10-да 48-8-2 мегапиксельдің 4 камера орналасқан, ал iPhone-да бар жай 2 камера, мысалы, соңғы шыққанның өзінде, мысалы. Ал одан бөлік, ал Vivo телефонда, Vivo i31 телефонда бұл 3 камера орналасқан 48-2 мегапиксельдің, ал селфи камера 8 мегапиксель. Бұл жерде енді сөзін ашына керек, көпшілік ғаламтордағы пікірлер және фотоларын қарайтын болсақ, Note 10 сәл де болса да i31 телефонынан озып тұр. Сондықтан да егер сіздер камерасына қарайтын болса, былай қарап тұрған кезде біріншіден бізде бағана процессор бойынша да, камерасы бойынша да әзірге бізде Note 10 телефон, Xiaomi Note 10 телефоны алда тұр. Ал Vivoның бір артықшылығы бар, енді дизайны ода да ерекше, керемет. Екеуі бірін-біріне сәл ұқсайды, по-любому, бірақ Vivo i31-дің қолға ұстаған кезде Note 10-нан сәл айырмашылығы бар. Сәл әдемірек десек те болады. Келесі бізде батарейкасы. Енді көпшілігі болады, азанда келеді, әбетті уже батарейкасы өліп қалады деген сияқты тема. Ал бұл жолы бізде батарейкасы екеуінде де 5000 мАч-тан, яғни айтқанда тең. Яғни сіздердің зарядтарыңыз аккумуляторы бір күнге жетеді. 5000 мАч-тық аккумулятор орналасқан екеуінде де. Ал одан кейін келесі бізде сөзіне экранына келетін болсақ, бізде Note 10-да 60 Гц AMOLED экран орналасқан. Ал Vivo i31-де сәл төмендеу, IPS экран орналасқан. Сондықтан да екеуінің бағасы бірдей болғанымен, екеуі де қазір таңда сұраныста, танымал отыр. Әлемде қазір таңда ең 100 000 теңгеден телефондардың ішінде өте көп сатылым болып отқан именно осы екі телефон. Ал осы екі телефонның да бағасы бірдей, бірақ характеристикасы жағынан әзірге Note 10 телефоны озып тұр. Енді таңдау өздеріңізде, енді айырмашылық анау айтқан жер мен көктей деп айтпаймыз. Себебі сәл ғана осып тұр ғой, сәл ғана осып тұр. Сондықтан да қай телефон өздеріңіз ұнайды, сол телефонды алғандарыңыз жөн. Енді осы екі телефон жайында ғаламтордағы ең жаман пікірлер айтамыз. Әрине бұл телефондар жақсы пікірлер өте толып жатыр, бірақ біз сіздерге енді көздеріңізді ашу үшін, шынайы болу үшін біз ғаламтордағы ішіндегі ең жаман деген телефон жайында жаман пікір қалдырған пікірді айтатын боламыз сіздерге. Көпшілігі мынандай деп айтқан екен, Note 10 телефонда қызады екен. Ойын ойнап жатқанда кәдімгідей қатты қызады. i31 телефонды тоже сондай өте қатты қызады деп айтып жатыр. Және камерасы видеодағыдай түсірмейді деп жатыр. Одан кейін тез сырылады. Осы сияқты екі телефонда да примерно осындай пікірлер бар. Яғни айтқан кезде сөзін ашына керек, бұл енді жаман жағы. Бірақ 100 000 теңгеден телефонда бұндай
минус таққанның өзі сәл дұрыс емес сияқты. Себебі ол сіздер үшін барынша арзан қылып сіздерге ұсынып жатыр. Себебі қазірдің ең мықты телефондар ол 400 000 теңгенің үстінде. Онымен салыстырғанда бұлар айналайын. Все, осымен бітті достар. Сіздерге қай телефон ұнады, комментария жазыңыздар. Немесе өздеріңіз сүйікті 100 000 теңгеге дейін телефондарыңыз болса, комментария жазыңыздар. Басқаларға пайдалы болып, мүмкін олардың сатып алуына көмектесерсіздер. Видео пайдалы болса бізге лайк баса, комментарий жаза, каналға тіркелейік. Осындай қазақша контенттің дамуына үлес қоса. Барлығы да сіздер үшін. Рахмет достар.